Мен Дүйсенова Инабат Мұрадымқызы, Алмаз мектеп бөбекжай балабақша кешенінің 10 сынып оқушысы. Менің болашақ мамандығым эколог-дрон операторы. Табиғатты биіктіктен қорғау мен үшін технология мен экологияның үдерісі. Тақырыптың өзектілігі. Неліктен бұл мамандық қажет? Қазіргі таңда климаттың жаһандық жылынуы, ормандардың азаюы және ауаның ластануы шегіне жетті. Дәстүрлі экологиялық мониторинг өте баяу, шығыны көп және қауіпті. Тез өзгеретін әлемде бізге жедел деректер жинайтын мамандар қажет. Эколог-дрон операторы деген кім? Мамандықтың сипаттамасы. Эколог-дрон операторы бұл жай ғана ұшқыш емес. Бұл IT, робототехника және экология білімдерін ұштастырған маман. Дрондар адам бара алмайтын, қауіпті немесе алыс аймақтарға жедел жете алады. Олар заманауи лазерлік сканерлермен және мультиспектрлі камералармен жабдықталған. Бұл технологиялар бізге табиғаттың денсаулығын, құстың ұшу биіктігінен көруге мүмкіндік береді. Дрон – табиғатты сақтаудың жаңа деңгейі. Эколог-дрон операторларының негізгі мақсаты – қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді басқару үшін инновациялық технологияларды қолдану. Олар жылдамдық, дәлдік, профилактика. Заманауи технологиялар дрон жабдықтары. Эколог-дрон операторлары табиғатты зерттеуде жоғары технологиялық құралдарды пайдаланады. Бұл оларға деректерді жылдам және дәл жинақтауға мүмкіндік береді. Эколог-дрон операторы ретінде шешетін мәселелер. Бұл мамандық табиғатты қорғаудағы көптеген күрделі мәселелерді шешуге көмектеседі. Табиғи апаттардың алдын алып, қоршаған ортаны сақтауға үлес қосады. Мысалы, өрт қауіпсіздігі. Түтін шықпай тұрып, термокамера арқылы жердің қызуын байқап, өрттің алдын алуға мүмкіндік береді. Қалдықтарды бақылауға келетін болсақ, заңсыз қоқыс полигондарын табу және олардың таралуын тоқтату. Оператор жұмысы қалай өтеді? Эколог-дрон операторының жұмысы екі негізгі кезеңнен тұрады. Олар бірін-бірін толықтырып, толыққанды нәтиже береді. Деректерді жинаудан бастап, оны талдау және есеп беруге дейінгі кешенді жұмыс процесі қоршаған ортаны қорғауға бағытталған тиімді шешімдер қабылдауға көмектеседі. Болашақта мамандығымды болжай отырып, жақын болашақта эколог-дрон операторы мамандығын маңызы артып, ол ең қажетті және жоғарғы жалақы төленетін жасыл мамандықтардың біріне айналады. 2030 жылға қарай әрбір ұлттық парк пен ірі өндіріс орнында өз экодрон бөлімі болады. Робототехника дамыған сайын бұл мамандық ең жоғары жалақы алатын және ең қажетті жасыл мамандықтардың біріне айналады. Эколог-дрон операторы болуым үшін менің бойымда мынандай дағдылар болуы қажет. IT білімі, экологиялық білім, техникалық шеберлік, сыни тұрғысынан ойлау қабілеттілігі жоғары болу қажет. Бұл мамандық көптеген салалардағы білім мен дағдыларды талап етеді. Бұл оны болашақтың ең жан-жақты мамандықтардың бірі етеді. Қорытындылай келе, менің мамандығым табиғат пен экологияның үйлесімі. 2030 жылға қарай бұл мамандық әлемді құтқарудың негізгі құралына айналады. Эколог-дрон операторы болу үшін бағдарламалауды білу, табиғатты сүю және жаңашылдыққа ұмтылу маңызды. Технология табиғатты жою үшін емес, оны қорғау үшін қызмет етуі тиіс. Менің таңдауым жасыл болашақ. Назарларыңызға көп рахмет.